Білем, достар, сіздерге уәде етілгендей, кружканың бетіне қалай видео қоямыз. Ол үшін бізге CapCut приложениесі қажет болады. Өзіміз анаған бір суретті таңдаймыз. Яғни бізге кружка қажет болады. Белгілеп аламыз, әдді басамыз. Содан кейін бізге видео қажет болады. Ол үшін overlay'ді басамыз. Өзімізге анаған бір видеоны аламыз. Осыны белгілеп аламыз. Енді кружканың бетіне сай етіп орналастыру үшін бізге маска қажет болады. Дөңгелекті аламыз. Өзімізге қажетті жерді таңдап аламыз. Кружканың бетіне сәйкес етіп қоямыз. Осылай орналастырамыз. Өзімізге қажетті жерді аламыз. Менде мәселе музыка қосылып тұр. Егер де сіздер музыка қосамыз десеңіздер, аудиоға қоясыздар, silence'ді басасыздар. Өзіңізге ұнаған бір өлеңді таңдайсыз. Егер де өзіңізге ұнаған өлең болса, яғни телефонда сақтаулы болса, осыны басу арқылы өзіңізге қажетті бір өлеңді таңдайсыздар. Осыны видео дайын. Енді сохранитті басамыз. Экспортты басамыз. Доңгені басамыз.